тегімен мақтанды да. Тегі от еді ғой. Адамның тегі алейхиссалам топырақ еді да. Сонда қараңыздар, холақтане мин нарин, сен мені оттан жараттың. Ва холақтаху мин тин, ал оны балшықтан жараттың. Мен артықпын деді. Мен хайырлымын. От топырақтан хайырлы деген нәрселер айтылды жерде. Текпен мақтану бар ма бізде? Шайтанның мектебі, құрметті жамағат. Одан басқаның мектебі емес ол. Текпен мақтану ол шайтанның мектебі да. Міне қараңыз қандай нәрселер. Иннама акрамакум индаллахи атқакум дейді. Қазақ па, ұйғыр ма, өзбек па, қай ұлт? Бәрің Алла тағаланың алдында бірдейсіңдер, сұрақта, жауапта, бұйрықта түгел. Ең ардақтыларың, ең тақуаларың дейді болды. Тек тақуалықпен ғана Алла тағала көтереді екен өзіне қарай дәрежеде. Басқа нәрсе ойнамайды. Бір хадисінде пайғамбарымыз салсам айтады: "Мен бата амалуху", пайғамбарымыз мен әкелген әмірлерді орындаудан кімнің амалы кешіксе дейді, баяуласа, тегімен озалмайды дейді. Лам юсриғ лаху насабуху. Ол тегімен озалмайды дейді Аллаға қарай. Қараңыз. Ол тек деген, ол сынақ үшін жаралған нәрсе екен да. Тегің сынақ өзіңе. Қараңыз. Ақылың өзіңе сынақ. Бейнең өзіңе сынақ. Мақтанасың ба, жоқ сәждеге қоясың ба? Білімің ол да сынақ. Әрбір салиқалы амал қосып атқан, оның өзі сынақ. Мысалы, Джин сүресінде Алла тағала айтады: "Ва аллау истақому аля тариқати". Егер де адамдар тура жолға қарай түзелсе дейді, қараңыздар, "Ла асқойнакум маан ғадақа". Біз оларға мол ризықты жіберер едік дейді. Енді қараңыз, тура жолға түзелгенің үшін Алланың қалауымен мол ризық беріледі. Енді қараңыз, бұл мол ризықты лейнафтинахум фи, оларды сынау үшін жібереміз дейді. Мен жақсы болғаннан кейін кеп жатыр ғой деп айтам екен. Егер олай айтылса, бітті деген сөз түгел нәрсе. Күшің артық па, білімің артық па, ақылың артық па, малың артық па, тегің артық па, өз ойыңдағыдай. Бұның барлығы артық берілген нәрсе, құрметті жамағат. Қиямет күні артық сұралу үшін ғана берілген.